Қайырлы баршаларыңызға менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге осындай керемет, өте дәмді болып шығатын, үлпілдеу жұмсақ болатын творогты булочканың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Енді қамырын илеуді бастайық. Бізге жылы сүт керек. Жылы сүтіміздің үстіне шым-шым тұзымызды саламыз. Оның үстіне 4 ас қасық қантымызды саламыз. Және де қантымызды жақсылап араластырып аламыз. Қантымыз еру керек. Осының үстіне 1 шай қасық дрожжымызды саламыз. Және де жақсылап араластырып аламыз. Осының үстіне 3 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Жақсылап араластырып алып, үстіне електен өткен ұнымызды салатын боламыз. Ұнымыздың барлығын бірден салмаймыз, бөліп салатын боламыз. Әркімнің ұнының тығыздығы әртүрлі, сондықтан әркімде жауымен әртүрлі ұнның көлемі кетеді. Басында осындай қасықтың көмегімен, одан кейін қолымызбен жақсылап илеп аламыз. Бізде әдемі жұмсақ қамыр шығады, қолымызға кішкене жабысуы мүмкін. Онда да қолымызға жабысса да көп ұн сала бермейміз. Мінекей, осында әдемі қамыр шыққан кезде бетін жауып, жылы жерге 2 сағат көлеміне көтерілуге қойып қоямыз. Мінекей, біздің қамырымыз әдемі көтеріліп шықты. Көлем бойынша 2-3 есе көтерілді. Енді қамырымызды дастарханның үстіне түсіріп, бөлшектерге бөлетін боламыз. Мен 100 граммнан бөлдім. Өз қалауыңызша бұдан кішкентай қылсаңыздар да болады. Осылайша жауабымен өлшеп алам барлығын, және қолымның көмегімен дөңгелетіп шығамын. Осылай дөңгелек қылып барлығын істеп шығамын қамырлардың. Дайын болған қамырларымызды формаға қойып шығамыз. Арасын алшақ қыламыз, өйткені бұл қазір жайылады және пісірген кезде көлем бойынша үлкейетін болады. Осылайша мен 5 штук қойып шықтым. Қамырдың бетін клёнкамен жауып, оның үстіне тағы мата сүлгімен жауып, 10-15 минутқа көлемінде көтерілуге қойып қоямын тағы да. Осы уақытта мен творожный начинкасын жасаймын, яғни творог, жұмыртқа және үстіне қант салам. Және осында кукурузный крахмал қолданамын. Осыдан 1 ас қасық қосып, менде осында стационарный блендер бар. Сізде погружной блендер болса, немесе илегіштің, яғни ситаның көмегімен істесеңіздер болады. Бізде творогымыз езіліп, біркелкі масса шығу керек. Мінекей, бізде осындай творог шықты әдемі. Мінекей, осылайша құйып аламыз. Біркелкі болған жөн. Мінекей, біздің 15 минут тұрған қамырымыз әдемі көтерілген. Осы қамырларымызды өз қалауыңызша стаканның көмегімен формасын келтірсеңіз болады, ортасын басып. Мен қолыммен өстіп басып шықтым. Енді дайын қамырларымыздың үстіне дайын болған творогымызды салып шығамыз. Барлығына саламыз. Осы әр булочкамыздың ішіне бір үлкен ас қасық кетті. Айнала шетіндегі булочканың қамырларын осындай жұмыртқамен жағып шығамыз. Осы әдемі булочкаларымызды 180 градуста 25-30 минутта қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей, біздің өте жұмсақ, өте дәмді болып шығатын осындай сүзбелі булочкаларымыз дайын болды. Менің видеом сізге ұнап жатса, пайдалы жатса, каналыма тіркеліп, мені қолдауды ұмытпаңыз. Осы видеоның астына міндетті түрде комментарий қалдырып, лайк басып кетіңіз. Алдағы уақытта тағы дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Соңына дейін көргеніңізге көп рахмет.